Құрметті респонденттер, сіздердің назарларыңызға 1Б жалға беру нысаны бойынша есеп кезеңдігі айлық жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі видео нұсқауды назарларыңызға ұсынамыз. Статистикалық нысан 1Б жалға беру экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуші кодына сәйкес қызметінің негізгі немесе қосымша түрлері 68-20. Жекеменшік немесе жалданатын, жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару болып табылатын іріктемеге түскен заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері жеке кәсіпкерлер тапсырады. Тапсыру мерзімі есептік кезеңнен кейінгі 3 күнге қоса алғанға дейін. Статистикалық нысанды 3w.stat.gov.kz сайтының респонденттер бөлімінен алуға болады. Маңғыстау облысы статистика департаментінің сайтында басты бетшесінде іріктелген байқау мерзімі тізімі орналастырылған. Әртүрлі сынып кеңселері, дүкен, дәріханалар, дәмханалар, мейрамханалар, қойма паркингі және тағы басқалар. Ары қарай 1Б жалға беру нысанын толтыруға көшелік. Титулдық парақтың жоғарғы бөлігіне статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт сағатпен толтырылады. Төменгі бөлігіне есепті кезеңмен мекеменің бизнес сәйкестендіру номері коды көрсетіледі. В бағанында өкіл объекттік реттік номер көрсетілген. Г бағанында бағаны байқау үшін іріктеліп алынған объектінің сипаттамасы міндетті түрде көрсетіледі. Жалға беру алаңы мәміле типі, ұзақ мерзімді шарт, қысқа мерзімді шарт, кешенінің атауы орналасуы, мәртебелі шалғайдағы аудандар, қаланың шеті, орналасқан жері, жеке тұрған, іштей орналасқан, жапсарлас салынған, қабаты, төбесінің биіктігі, климат бақылау, желдетпе, жылыту, ауа баптау, құрал жабдықтың жиһаздық қауіпсіздік жүйесінің паркингтік болуы. Бірінші бағанда қосылған құн салығын ескере отырып, жылжымайтын мүлікті жалға берудің орташа айлық бағасын шаршы метрге теңгемен көрсетіңіз. Екінші баған есепті жылғы қаңтарда ғана толтырылады. Үшінші баған Қазақстан Республикасы ұлттық экономикасы министрлігі статистика комитетінің интернет ресурсында орналастырылған, немесе респонденттер статистика органдары ұсынатын баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сәйкес толтырылады. Жалпы алғанда жалға берілетін паркингтің 1 шаршы метрінің бағасы көрсетіледі. Соңғы нысан парағында мекеменің атауы, мекен жайы, телефоны, ұялы телефоны, электрондық почта мекен жайы көрсетіледі. 1Б жалға беру нысанды толтыру бойынша сұрақтарыңыз болған жағдайда Маңғыстау облысы статистика департаментінің баға статистикасы басқармасының мына телефонына хабарласуыңызға болады: 31 90 59.